Пайғамбар саллаллаху алейхи уақытында ғой, соғыста сахабалар соғысып жатады. Сонда бір адам арт жақтан келеді да айқайлап келген күйі соғысқа кіріп кетеді ғой. Мұсылмандар жақтан келіп соғысады. Сөйтіп енді қараңыз, Аллаху акбар деп соғысқа кірген кезінде бар ғой, кәдімгі сахабаларға бұл мотивация болады ғой, үлкен ананы көріп күшейіп кетеді сахабалар. Кәдімгі охо деп үлкен күш пайда болады мұсылмандарда да. Сөйтіп анау кәпірлердің арасына барып кәпірлерді қыра бастайды. Сөйтіп барып бір кезде құлайды. Сахабалар айтады: Аллаху акбар, шахид болды дейді, шахид болды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ол тозақы болды дейді. Сахабалар сұрап отыр: Алланың елшісі, ол дін жолында өлді ғой дегенде, сөйлесіңдер дейді, барып сұраңдар дейді. Алла тағала сөйлетеді жігіттер. Қажет кезде қажет адамды қажет сөзді айтқызып қояды. Жаңағы кісіге барып: біз сені шахид деп санадық, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сені тозақы деп айтты деген кезінде айтады. Негізі мынау отан үшін соғыс болса ше, қашқан адам діннен шығады ғой. Сонда айтады: мен негізі соғыстан қашқан адаммын дейді. Тығылып үйімде қалған едім. Бірақ бүкіл еркектер соғысқа кетіп қалған кезінде Меккеде жалғыз мен қалдым, еркек болып, аурулардан басқалар. Сонда Меккенің қатындары: пәленше соғысқа бармай ма не, ол не еркек емес па не, қорқақ па не деген сияқты, қатын ба не деген сияқты қатындардың арасында сөз жүре бастады. Бұл сөз маған жеткен кезде мен қарасаңшы, соғысқа ол Алла үшін деп емес, Меккенің қатындарына өзінің еркек, батыр екенін, қорқақ емес екенін дәлелдеу үшін шыққан соғысқа. Бізде де кейбір кезде өзімнің кім екенін көрсетейін деп ұратындар бар ғой, алға қарай. Жігіттер, не түсініп жатырмыз? Біріншісі, не істейтін болсақ та ше, бір Алла үшін істейік, адамдар үшін қажет емес. Дұрыс, адамдардың көңіліне қарау керек, адамдарға жақсы мәміле жасау керек. Бірақ ол деген сөз Алла тағаланың бұйырғанын да қайтарғанын да адамдарға жақсы болу үшін істей беру керек. Адамдар үшін Алла тағаланың қайтарғанына бару керек деген сөз емес. Шынымен кейбір кездерде біздер адамдар не дейді? Мысалы қараңыз, біреу той істейді, сүндет той дейді өзі тағы, пайғамбардың сүннеті дейді да. Тура бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сүндет тойда жүріп ішкен адам сияқты олар ше. Сүндет той дейді да, арақ қояды, сосын айтасың: қоймасайшы, бұл пайғамбардың сүннеті деп жатсын, бұл діндегі нәрсе екен, қоймаса арақты десеңші. Адамдар не дейді? Бізде Алла не дейді деген сұрақ жоқ жігіттер. Адамдар не дейді? Алланың құдіреті, қияметте сізден сұрақты адамдар алмайды. Алла алады сізден сұрақты. Сіз кімге дайындалып жатсыз? Біріншісі сол. Екіншісі. Қараңыз, не істеді? Жаңағы кәпір қанша кәпірлерді қырды ғой, білесіз бе? Алла тағала ислам дінін өсіру үшін біз сияқты молдаларға мұқтаж емес. Алла тағала роджул фәжір деп айтады Құранда оны. Алла қаласа ислам дінін ең жаман адаммен ақ көтеріп қояды. Алла тағала бұл ислам дінін өлтірмейді бәрі. Мына қазір небір адамдар дінге қарсы жұмыс істеп жүрген адамдар бар ғой. Сен өлтіре алмайсың, бұл дінді сен тоқтата алмайсың. Сен сияқтылардың талайы өліп кеткен, бұл дін бәрібір өседі, қияметке дейін барады. Ал біз ортада, мысалы мен дінге қызмет қылып жатсам, енді қатырып қылып жатқан жоқпыз ғой, жүрміз ғой қара басымыз үшін. Бірақ мысалы дінге мен қызмет қылдым ба, просто бұл дін и так өседі. Мен ортада соған бір қызметтегі бір себеп болып қалам да. Әйтпесем ол дінді мен өсіріп жатқан жоқпын. Не болмаса басқа бір молда, басы дәу молда келіп өсіріп жатқан жоқ оны. Алла тағала бұл дінді көтеріп жатыр. Біз ортада соған себеп болып жатырмыз да.